Бұл салат енді басқа салаттардан мүлдем ерекше. Мүмкін жеп көріңіз, мүмкін жемедіңіз. Сол үшін міндетті түрде қарап көріңіз видеоны, және бәріне ұнайтын салат. Ең алдымен жұмыртқамызды ірі етіп бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тек 4-ке ғана бөліп жатырмын. Дәл осы көлемде сіздер де бөліңіздер. 6 штук жұмыртқаны қолдандым. Қыздар барлық керек заттың тізімін дәл осы видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Міндетті түрде сол жаққа қарата өтіңіздер. Піскен филені пайдаланамыз. Бір коробкасын пайдаландым. Одан кейін банкадағы осындай саңырауқұлақты қолданамыз. Тұздалған қиярымызды дөңгелек етіп тураймыз. Помидорымызды да ірі бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Қатты майдалап, керек емес, тура видеода көрсетілгендей вилкаға ілінетіндей әдемі формада дайындап шығамыз. Салаттарыңыздың көлемі мейлінше ірі болса, сол кезде көзге әдемі болып көрінетін болады. Барлығын жақсылап бір ыдысымызға саламыз. Үстіне майонезімізді қосамыз. Майонез қосқаннан кейін тұз, бұрыш, ештеңе қосып қажет емес. Саңырауқұлақтың сонымен қатар тұздалған қиярдың дәмімен өте дәмді болып шығатын болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Тәрелкемізге орналастырып, әдемі етіп сәндеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Мен сізді өзімнің парақшамда күтемін. Жасап көріңіз, ас болсын.